Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақшаны көбейтудің жолдарын айтатын боламын. Видео соңына дейін қарап, лайк қосуды ұмытпаңыз. Ақша көбейсін десеңіз, бұл сұрақ әрбірімізді қызықтыратыны белгілі. Десе де, ақшамен дұрыс қарым-қатынас құруыңыз маңызды. Кедейлер кедей, байлар бай болып қала береді деп ойлап, ол үшін төбедегіні жазғыруды қойыңыз. Бұл мүлде жол болмайтын адамның сөзі. Негізі, ақшаның табиғаты бейтарап. Өзіңіз иелік еткен ақшаның көбеюі өзіңізге ғана тәуелді. Аузыңыздағы ақшаға қатысты жағымсыз сөздерді алып тастаңыз. Тек жақсы көріңіз. Сол кезде ол сіздің сезіміңізге жауап беретін болады. Шығыс көп болған сайын кіріс көбейеді. Мысалы, біз осы жылы 100 түп тал ектік, оның пайдасын көрсек, келесі жылы өткен жылғыдан да көптеу егеміз. Қайырымдылық жасаудан қорықпаңыз. Ақша айналымда болған кезде ғана өзіне энергия жинайды. Мысалы, сіз ақша берсеңіз ғана аласыз, бірақ бұл тек қосалқы амалдар ғана. Бастысы қайырымдылықтан, махаббаттан аласыз. Бір рет болсын жақсы іске ақша беріп көріңіз, сол кезде ішіңізде өзгерісті байқайсыз. Ал ол ақша еселеніп қайтып келетін болады. Ақша жұмыс істеу керек. Ақша бос жатса, ол үшін бұл қатаң жаза болып есептеледі екен. Ақшаның қолданыста жүргені дұрыс, осыны естен шығармаңыз. Бірақ ол ақшаны барып жарата беру деген сөз емес. Мысалы, депозитке ақша салып қойыңыз, ол жастықтың астында жатқаннан жақсы. Зат сатып алғанда чек алуды ұмытпаңыз. Қандай зат сатып алғаныңыз маңызды емес, үнемі чек сұрап жүріңіз. Апта соңында барлық чектердің сомасын есептеп, ақшаның қайда кеткенін біліңіз. Ендігіде неден үнемде керек екенін бағамдаңыз. Ақшаның су сияқты ағып кетуіне жол бермеңіз. Барлығы, егер бұл видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз өз ақшаңызды қалай үнемдейсіз, жазып кетіңіз.